Гүлбала Есенбекқызы, қош келдіңіз студиямызға. Ал енді түскі асқа балаларға не жегізсек болады? Жалпы балалардың түскі асы міндетті түрде клетчатка болу керек құрамында, міндетті түрде ақуыз болу керек, және де ауыр көмірсулар болу қажет. Яғни жеңіл көмірсулар біз тәтті тағамдар, торттар болуы мүмкін, немесе шоколад деп айтып жатамыз, оның барлығын жеуге болмайды. Оның барлығы бір 20-30 минутта тез қорытылып, және де ол артық салмаққа айналады, майға айналып кетеді. Сондықтан міндетті түрде біз ауыр көмірсуларды қолдануымыз қажет. Яғни баланың миы дұрыс, жақсы жұмыс жасау үшін, есте сақтау қабілеті жақсы болу үшін, және де артық салмақ қосып алмас үшін міндетті түрде біз ауыр көмірсуларды қолданамыз. Яғни ауыр көмірсу деген бізге қуат береді, күш береді, және де кешкі уақытқа дейін тез сіңіп, майға айналмайтын болады. Яғни біз бұл жерде жаңағы бірінші, екінші сұрыпты ұндардан макароны алдық, немесе оның орнына қара құмық асаңыздар болады, гречка, күріш асаңыздар болады. Күріштің де қара түрі пайдалы. Қара түрі бар, қызыл түрі бар. Ол екеуі де пайдалы болып саналады. Яғни құрамында біздің ағзаға қажетті дәрумендер өте көп болып саналады. Ал ақ күріште өте аз, біздің ағзамызға ешқандай пайдасы болмайды оның. Демек, ақ күріш алмаймыз, қоңыр күріш және де қызыл күріштер бар. Енді біз бірінші міндетті түрде балаға тамақ бермес бұрын біз оны әдемілеп, әсемдеп беретін болсақ, баланың тәбеті ашылады. Яғни қандай да бір дұрыс тамақты берген кезде міндетті түрде әсемдеуді ұмытпаймыз, және де баламен отырып бірге біз тамақтануымыз қажет. Сонда бала жақсы тамақтанатын болады. Өткен жолы сіз бізге таңғы ас дайындадыңыз, сол кезде Инстаграм парақшасында оқырман аналар біз оны әсемдеп отыратын уақытымыз жоқ дейді. Бірақ балаға мынаны же, қарағым же деп жарты сағат бойы ұрысқанша 5 минут бойы осылай әсемдеп берсеңіз, сіздің балаңыз тамақ тез жеп қояды. Міндетті түрде, егер балаңыз жемейтін болса, онда осылай әсемдеп берген абзал. Ал егер жейтін болса, онда егер уақытыңыз болмай жатса, осылай дайын пайдалы тағамдарды көбірек ұсынғанымыз абзал. Күліп тұрған кімнің өте әдемі шықты. Осылай креативті түрде, міндетті түрде әдемілеп, әсемдеп беретін болсаңыз, бұл бірінші тағам, бірінші түскі ас, мынау екінші күннің түскі асы, бұл жерде де көмірсу, бұл жерде де құрамында ақуыз, яғни және де бізге қажетті талшықтар. Клетчатка деп айтамыз ғой, талшықтар міндетті түрде құрамында. Бұның әрине барлығын жейміз, өйткені біздің ағзамызда тамақтың барлығы толықтай сіңуі үшін, мына көмірсулардың барлығы майға айналмас үшін, және де асқазанымыздың метаболизм, асқорыту процесі дұрыс жұмыс жасауы үшін, баланың асқазаны дұрыс жұмыс жасау үшін талшықтарды міндетті түрде күнделікті қолданып отыруымыз қажет. Таңғы асқа да, түскі асқа да, кешкі асқа да қолдансақ, онда артық салмақ болмайды балада. Әдемі болып шықты. Енді осы мына спагетти макаронның қарақұмық ұнынан жасалған түрі бар, қарақұмық ұнынан жасалған, жаңағы айтамыз ғой, ең бастысы высший сорт болмауы қажет. Жоғары сұрыпты ұндарды қолданбаймыз. Бірінші, екінші сұрыпты ұндардан қолдансақ болады. Ал сіз мына котлеттерді қуырдыңыз ба? Жоқ, оны қуыруға болмайды, оны парға пісіру қажет, немесе духовкаға, пешке пісірсеңіздер болады. Сонда ол пайдалы болып, құрамындағы барлық ақуыздар сақталады, құрамында біздің ағзаға қажетті майлар, яғни пайдалы майлар сақталады, қойдың майы деп айтып жатамыз, немесе ГХИ майы деп айтып жатамыз, оның барлығы пайдалы майлар болады. Құрамында транс майлар жоқ. Гүлбала Есенбекқызы, осы котлетті пешке пісірген кезде бетін жауып қоясыз ба сіз? Бетін жауып қойып пісірсек, жұмсақ болады. Ал бетін ашып қойсаңыз, кішкене су құямыз ба? Су құю, міндетті түрде азырақ су құйып жіберге советую. Табаның астына кішкене су құйып жібереміз. Су құямыз міндетті түрде. Үшінші түскі ас, бұл жерде біз тефтели дайындадық, және де құрамында көмірсу да бар, ішіне қарасаңыздар. Неке көмірсу ішінде бар, және талшықтар бар, бетінде көріп тұрсыздар, аскөктер, аскөктер көбірек қоссаңыздар болады. Аскөкті жегісі келмей балалар бетінен алып тастайды. Онда сіз жаңағы қияр, қызанақ міндетті түрде әсемдеп, әдемі қылып берсеңіз, балаңыз тез жеп қоятын болады. Аскөкті мына тефтелидің ортасына салып жіберсек? Ортасына салып, көздер жасасаңыздар болады, немесе ауыз жасап, бір әдемі қылып, жаңағы дәмді етіп ұсыну қажет балаға. Сонда бала қалай тез ішіп қойғанын байқап
байқамай қалады. Түскі асқа міндетті түрде сорпа беруіміз керек пе балаларға? Түскі асқа міндетті түрде біріншісі, яғни сорпа беруіміз қажет. Міндетті түрде барлық түскі аста біріншісіне сорпа берілуі қажет. Жұмыртқаны не үшін есіп қойдыңыз? Бұл жұмыртқа, ол біздің 4-ші түскі асымыз. Ортадағы, иә? Бұл жерде де қарасаңыздар көмірсу бар. Ойнап жүрген бала керек ол, мама қарным ашты дедім. Пайдалы май бар, және де талшықтар бар. Біздің ағзамызға қажетті ақуыз міндетті түрде қолдануымыз қажет. Қазір мен сіздерге жасап көрсетейін. Бұл жаңағы балалардың сүйікті асы, гамбургерге ұқсайтын түске басар. Түскі ас. Көзілдірік киген. Көзілдірік киген, мұрны бар, және де аузы бар, құлағы бар. Оның барлығын біз талшықтардан жасадық, яғни талшықтардың біздің ағзаға пайдасы өте. Шашы бар, иә? Енді шашын жасаймыз. Бұның да шашын жасаймыз. Жұмыртқадан біз шашын жасайтын боламыз қазір. Әдемі қылып, бір жанға қарай, сары шашты блондин қыз. Көзілдірік киген, бір сондай әдемі қыз шығады мына жерде. Қараңыздар. Балаларымызбен бірге жасасақ, тіпті тәбет ашылады. Бірге жасайтын болсаңыздар, тез жаңағы жеуі, аппетиті ашылады деп айтамыз, тәбеті ашылады деп айтамыз. Солай берсеңіздер болады. Тамаша. Ал біз өзіміз шай ішкеннен кейін балаларға да шай құя саламыз. Мынаны ішіп алдық. Жалпы дәрігерлер бізге айтады, балаларға шай беруге болмайды, кофе ішуге болмайды. Компот қайнатқан кезде де қант қоспаймыз дейді. Міндетті түрде біз мына жерде сәбіз шырынын алдық, және де балғын жемістерден шырын жасадық, және де қарапайым кепкен жемістерден біз компот жасадық. Яғни компот жасаған кезде де міндетті түрде біз осындай балғын жемістерді қайнатып аламыз. Суыған соң, бір 40 градустық су болған соң, біз оған бал қоссақ болады. Яғни тәтті дәм беру үшін біз бал қоссақ болады, бірақ ешқандай қант қоспаймыз. Сонда баланың ағзасына сіңуі өте жақсы, ешқандай артық салмақ та пайда болмайды, қажетті дәрумендерді осы кепкен жемістерден де алып тұтынатын болады. Көкөністерді қалай жегізсек болады балаларға? Көкөністерді тура осылай безендіріп берсек болады, немесе егер уақытыңыз жоқ болса, былай әдемілеп турап ұсынуға болады. Аз көлемде, егер беретін болсаңыз, аз көлемде болсаңыз тез жейді. Жаңағы өте аз қалыпты деген сияқты, немесе қасындағы баламен тартысып, солай тез жейтін болады. Ал егер көп мөлшерде болса, ол үйде толып тұр дейді, сосын оны жегісі келмейді баланың. Көп сатып алып қойсаңыз да, оны тығып қойыңыз, аз-аздан шығарып беріңіз. Сонда баланың тәбеті ашылатын болады. Гүлбала Есенбек қызы, менің білуімше, сіз бала күніңізде өте толық болғансыз, иә? Иә. Осы дәрігерлік медициналық оқу орнын бітіргеннен кейін барып салмақ тастадыңыз. Салмақ тастадым. Осы тамақтанудың арқасында ма? Иә, бірінші осы дұрыс тамақтануда, өйткені мен бала кезінде көбінесе диета жасайтынмын. Яғни диета дегенде жаңағы медициналық диета емес, мүлдем еш нәрсе жемей қоятын, апталап тек қана су ішу, немесе тек қана күріш жеу, ақ күріш қой ол кезде бізде. Жаңағы қоңыр күріш деген нәрсені білмейміз, ақ күрішті жей береміз. Сосын мен бір күні жаңағы естен танып қалып құладым. Өйткені менде бүкіл ағзамдағы қажетті дәруменнің барлығы жоғалтып алдым. Ешқандай дәрумен қалмапты. Д-ның мөлшері өте төмен, ферритиннің мөлшері өте төмен, анемия болды. Сол себепті менде осындай жаңағы дефицит болған соң, мен солай құладым. Содан соң барып, мен студенттік медициналық саласына келгеннен соң, студент кезінде оқыған соң, сол жерде барып түсіндім. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін. Сол жерде тамақтанып, сол жерде біздің ұстазымыз барлығын айтатын, қандай жаттығулар жасау керек, қандай билерді билеу керек, немесе қандай қимыл қозғалыстар қажет, соның барлығын жасау арқылы мен 2 айда 12 килограмм салмақ тастаған болатынмын. Қазір қандай сұп-сұлусыз? Демек, артық салмақтың құтылудың жолы, бұл күнде біз айтып жүрген дұрыс тамақтану, және дұрыс тамақтану, және көбірек қимыл қозғалыс қажет.